Тахирдің жаназасы болып жатыр. Ал ақсақалдың шын мәнінде ши-мішиг екені әлі ешкімге белгісіз. Ол бұл отбасының ішіне жыландай кіріп алған еді. Мелекке әкесінің өлімі ауыр тиеді. Жаназа кезінде марқұмды кешіресіңдер ме деп сұрағанда Махинур жоқ, мен кешірмеймін деп айқайлап жібереді. Бұл оның 25 жылдан кейін алғаш рет айтқан сөзі. Жаназа әлі аяқталмай жатып, Жафхар келіп, Тахирдің ісін енді кім жалғастыратынын сұрайды. Бұған доған қатты ашуланады. Көптен бері сұрағандарыңыз бойынша сериалдың бөлімдерін Telegram-ға толық салып отырамын. Жаңа бөлімдерді күтпей, өзіңізге ыңғайлы уақытта көріңіз. Ең қызықты оқиғалар, құпиялар мен күтпеген бұрылыстар бәрі сонда. Бөлімдерді жіберіп алмау үшін Telegram арнаға кіріп қойыңыз. Telegram сілтемесі описанияда. Алайда сол сәтте ол одан да есерсоқ нәрсені көреді. Мазардың жанында 6 құлпытас тұр екен. Ең қорқыныштысы, олардың бәрінде ханжи оғлыларының аты жазылған. Доған жаудың өте жақын екенін түсінеді. Чагла мен Суна Доғанға полицияға жүгінуді сұнады. Бірақ Доған бұл мәселені өз тәсілімен шешетінін айтады. Суна болса, оның осы отбасының былығына барған сайын батып бара жатқанына ренжіп кетіп қалады. Бихрам Чаглаға келіп, Доғаннан алыс жүр. Оның қазір жауы өте көп. Мен сенен айырылғым келмей, дейді. Бірақ Чагла бәрібір Доғанды қорғауға бекінеді. Жаңағы қорқыту оқиғасынан кейін үйдегілердің бәрі қатты абыржып қалады. Тіпті Нигяр мен Фикрет бұл отбасынан кетуге шешім қабылдайды. Нигяр, мен баламнан айырылып қалғым келмейді дейді. Енді бүкіл отбасы Доғанның осы отбасының басына отырғанын қалайды. Ақсақалда қарсы болады. Мүмкін ол досын өзінен құтқармақшы болған шығар. Бірақ Доған бұл отбасын құтқару үшін қазір бәріне дайын. Сол кезде Доған ши-мішигтің Сефа мен Алтынның ағасы екенін айтып қалады. Олардан оны танитын-танымайтынын сұрайды. Алайда ақсақал алдын ала олардың да аузын жауып қорқытып қойған екен. Сондықтан